götürgün duman dedim kar karal sonu gökşey yer şoqtagay Ау халайық бірнеше күнге созылған Қызылжар жәрмеңкесі аяқталуға жақын. Бұл жәрмеңкеге Жетояздан Көкшетау, Атбасар, Қарқаралы, Кереку, Қызылжар омбаймақтарынан мыңдаған адам жиналып, аяғы бүкіл халықтық мерекеге ұласты. Осы күндердің бәрінде сіздер ат бәйгесін, ән сайысын және палуандар күресін тамашаладыңыздар. Қазір сол жарыстардың жеңімпаздарын жариялаймыз. Ассалаумағалейкум. Жәрмеңке жайлы болсын. Алда салымды болсын. Шешамызсызба. Палуандар күресінде жақында ғана дүние жүзінің чемпионы Харон палуанды жығып, қабырғасын сындырған. Күні кеше жауырыны жерге тимеген түйе палуан Қордабайды бір емес, 2 рет шыққан Баймырзаның ұлы Нұрмағамбет жеңімпаз атанды. Бәйге құны 3 түйе, 100 жылқы. 100 жылқы, 100. Және 500 сом ақша. 500 сом. Ау қалайық, әсте тамаққа, кисе киімге жармайтын, қара табан қу кедей, Баймырза өлетіне Құдай беріп десе, бере салады екен. Қане, Баймырзалы Нұрмағамбет ортаға шықсын. Уарған, қыпшақ, керей уар. Ой, қатындарың ер тумай, ес туған бе, я? Баспайғаны, қаңғық бөлген, үйсінген өрік қойып, намыстан жағылып өрмей қалай шыдап отырсыңдар, я? Серікояздың аға сұлтаны болған қасиетті паңата. Әуелі амандасайық. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсы екен. Кімнің баласысың? Баймырзаның тапсы. Менің балам? Жақсы екен. Атың кім? Сізбен аттас. Нұрмағамбет. Жаман иттің атын көрмасаң қояды. Хорошо. Солай-ақ болсын. Қай елсің? Іргелел емеспіз, паңата. Аятаның баласымын. Атамыз Абылай ханның тұсында батырлық жолмен Абылайға ере келіп, керейден қатын алып, осында тұрақтап қалыпты. Содан тараған 10 шақты үй бармыз.
kiyiming sendeki. En güzel bir, en güzel bir. Elin aldına çıkasın. Va panga selam verip kalarsın dep. Anam kalampırdın. Жалғыз сиырын сатып киіндірген ғой. Кедейдің келмесінен сақта деген ha. Жарлының арлы болғанының несі жаман? Әлгінде мені кірме дедіңіз. Кірме болсам кірме шығармын. Бірақ түп нағашым керей. Мен күрескенде үйсің боп, керей боп күрескен жоқ. Қазақ боп күрестім. Азамат деген. Француздың атақты балуанымен белдескенде рудың емес, исі қазақтың намысын жыртты. Жөн сөз айттың, балам. Қара күштің ғана емес, сөздің де май табызады екен. Саған менің бір ұсынысым бар. Айтыңыз маңата. Жұрттың бәрі сені палуан деп жүр ғой, солай ма? 14 жасында Арлан Қасқырға бармағыңды шайнатып, шолақ болып едік. Ендеше сол балуанға мен шолақты қостым. Бүгіннен бастап сенің атың балуан шолақ. Мейлі паңата, мейлі, болсын солай. Бірақ әлгі сыйлықтарымның бәрін бірін қалдырмай өзіңізге тартып өтем. Неге қылғаның? Өйтіп шаша берсен қайтып дүние жинамақсың. Мен дүние жиғал жүрген жігіт емеспін, паңата. Өнерім мен өмірім халқымдікі. Мен бәйгеден бір сабақ жік алмаймын. Жарайсың жігітім. Ердің тапқана елінің еңсісі болмақ деген осындай-ақ болса керек. Жарша, деп айтасың. Балуанның бәйгесін осындағы кедейге түске түгел таратып. Ажарың ашық екен, атқан таңдай. Нұрлы екен екі-ау көзің, жаққан шамдай. Анаңнан сіз дау тапқан, айналайын. Күлім көз, оймағауыз. Жазық маңдай-ау. Анаңнан сізді тапқан айналайын. Орамал тонға жарамаса да жолға жарайды. Ерлігіңіз бен өрлігіңізге тартқан сыйым осы болсын. Беу-беу, қауқар, арта
адам баласынан да осындай періштеге лайық ажар бітеді екен аға. Ақылбай! Ақылбай! Мені Ғалиямен кездестір. Ал, жолықтық дейік, содан соң қайтып етсін. Ар жағын өзім білем. Сенің мақсатың мені Ғалиямен кездестіру. Былтыр ғана Балқаш қызды күйеуге кеткен отырған жерінен алып қашың үйленіп еді. Биыл тағы да үйленбексің бе? Жыл сайын үйлене берсең, бұл өмірде қыз қалмас. Ақылбай, Ғалия жүрегіме өшпестей шоқ тастап кетті. Балбақ, былтыр үйленгеннің соңы қырғын төбелесінен бітіп, Атбасар түрмесіне жатып шығып. Ай, биыл соғыс болады шығар. Соғыс болса, оны да көре жатармыз. Ақылбай, аттан! Ай, Ізде Ғалия, ай бәр! Батыр, отырсаңызшы. Батыр, отырсаңызшы. Балқаш, сен місің? Батыр, кешеден бері тағат таппай, дегбіріңіз қашып жүр ғой. Не болды сізге, балуан? Елші тыншымай тұр ғой, Балқашжан. Елші. Біз отырған қайрақтының жерін анау сыздық болыс переселендерге босатып бермекші. Батыр, бізді қайда жібермек? Белгісіз. Ата қоныстан ауа көшіп, ауған асып бірақ кететін шығармыз. Сонда қоныс аударушыларға Қызылжар өңірінен біздің ауылдан басқа жер табылмай қалып па? Өткен болыс сайлауында сол сыздық немеге қайрақты ауылы ғана қарсы шығып еді. Қолына билік тиген соң, өшін қайтармақ болған түрі да. Батыр, көптен көрген ұлы той. Не көрсек те, елмен бірге көрерміз, Батыр. Тыңдашы, ат тұяғының дүбір естілі ме? Ат тұяғының. Ғалия! Мүмкін некемізді қайдыру үшін молда шақырып қойған шығарсыз. Бәсе, бірнеше күннен бері қабағың неге солғын десем бар Білтипан осында жатыр екен ғой. Балқаш, неке суы деген сөз болып па? Молда дем салған қайрақтының суын ішемізде саламыз. Сенің бар арманың осы ма? Ғалия! Не ойлап тұрғаныңызды білем. Ол сыйлаған патсай шапан ғой. Іздеп әуре болмай-ақ қойыңыз. Мен оны қайшымен турап, қайрақтының суына ағызып жіберген. Не дейсің сен, Балқаш? Балқаш, сен есті әйел едің ғой. Есті. Сол күннен бастап еш жоқ менде, Батыр. Ол сыйлаған патсай шапанды жамылып, оны іздеп Ақмолаға бармақсыз ғой. Олай болса, келесі кезек менікі. Ол қандай кезек, Балқаш? Қандай кезек? Шапанды жұтқан су. Нені де жұт алатын шығар. Балқаш, сенің оның не? Батыр! Оның не, Балқаш? Бұл қатыгездік қой, Балқаш. Қой, Балқаш.
3 günden soң uzatılgan oturgan ата-анамның ерке өскен қарқаралы қызы едім. Сізді көрдім. Сізге еtsiz ғашық болдым, батыр. Екі көзімді тарс жұмып, бар дүниені талап етіп, соңыңыздан ердім. Ендігі көрген күнім. Міне, қор болып. Балқаш, қайда ордық Балқаш? Бұның несің Балқаш? Батыр, батыр. Әйелен кекер шылқан. Шарасыз әйелім. Өзінен басқа кімге шамасы жетсін ау. Батыр. Балуан! 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 Ақылбай! Балуан! Сұмдық! Ақыр заман! Осылай қарай! Күміс садақатта бересірендер келіп жатыр. Түрлерінен адам шошырлық. Оларды бастап, 30-40 казачий сотняның отряды келеді. Өзім әзер қашып құтылдым. Сұмдық! Сұмдық, Балуан! Солай де. Солай! Солай! Солай де! Солай, Балуан! Солай де. Ақылбай, Е, сонда 5 күндік шен үшін елі мен жерін жауға беріп тынған екен ғой, сыздық неме? пан Нұрмағамбет бастаған жігіттер атқа қонып, қайың төменің етегіне жиналып жатыр. Сені тез жетсін деп күтіп отыр. Балуан! Ақылбай, Е, жігіттерге менің сәлемімді жеткіз. Мен Оязға барып қайта оралмайынша қарулы отрядқа қарсы шықпасын. Текке құрбан болады. ойбай-ау! Олар сені абақтыға жауып тастаса, біз қайтпекпіз, Балуан! Онда шәріп ұстаның астық сақтайтын қамбасында біраз шиті мылтық бар. Жігіттер соны алып қарулансын. Амал қанша 1000 сойылдан 1 мылтық артық шығар. Аттан! Батыр, мен дайынмын. Балқаш, сен қайда барасың? Балқаш, текке құрбан боласыңдар, үйде отыр. Жоқ, батыр, жоқ. Ел дүрлігіп жатқанда балуан шолақтың әйелі жан сауғалап жата алмас. Енді бірім ән болса, Кирюша! Доргомышский, я все еще его люблю. Браво, я сыграю.
бақшы жалғыз кетіп еді. Қасында кучер Селифан ғана бар. Семен Трофенович. Қонақтар келіп кеткен соң қыдырарсың. Бүгін шүйде бола тұр деп едім. Папасының ерке өскен жалғыз қызы. Өз дегеннен басқаға көне қояр ма? Жәрмеңке өткен алаңда. Күймемен серуендеп қайтамын деп күн шықпай тұрып кеткен. Күн түс болайын деп содан әлі жоқ. Уайымдамаңыз, Лизавета Петровна. Көп кешікпей кеп қалар, енді бұлай туған жерін әбден сағынып қалған ғой. Семен Трофимович, он туған жері Россия. Лиза. Орск қаласы. Жергілікті қазақтар оны жаман қала деп атайды екен. Жаман қала? Ал сонда не деген сөз? Сүйікті жұбайым ау, қазақтардың арасында тұрып жатқаныңа 14 жыл болды. Содан бері жаман деген сөзді білмеуші ме едің? Жоға, жаман деген сөздің мағынасын түсінемін ғой, бірақ қазақтар неге оны жаман деп атады екен, а? Цирк директорым, бәлкім сіз білерсіз? Әрине, неге білмеске? Орыстардың Батыс Сібір өлкесіндегі ең алғашқы бекінісі сол жерде салынған. Да. Сондықтан жергілікті қазақтар ол жерді жаман қала, яғни недобрый город деп атап кеткен. Енді жерде баста көктеп кіріп жатқан орыстарды кім жақсы көрсін дегенім ғой. Иә. Қазақтардың бізге өкпелейтін ешқандай реті жоқ. Біз оларға оқу ағарту алып келдік. Отырықшылыққа қала салуға үйреттік. Соныңыз бекер болды ма деп ойлайым, Терентий Дьякович. Олар біздің тілімізді әбден үйреніп алып, күндердің күнінде өзімізді үйретіп жүрмесе болғаны. Қазірдің өзінде кейбір орысша сауаттылары тайталаса бастады. Құдай үшін достар, көптен көрмеген семьялық достарымыздың үйіне келгенде неге музыка тыңдап дей беремеске? Браво. Семен Трофимович. Терентий Дьякович, честь. Да, омбыға оқуға кеткелі бері Татьянаны көрмегені қай заман? Я, Содан бері қанша жыл өтті өзі? 5 жыл. Татьяна келесі жылы мұғалімдік семинарияны бітіреді. Оның омбыға кеткеніне 5 жыл 4 ай болды. омбы генерал-губернаторының Сібір халықтары жөніндегі сенімді өкілінің өзі, Терюша, біздің қызымыздың омбыда қанша жыл, қанша ай болғаннан шейін жатқа айтып отырса, онда Татьяна жайлы уайымдамай-ақ қоймаса болады екен. Өте ақылы сөз айттыңыз, Елизавета Петровна. Честно. Ақмола оязының жұбайы Екатерина Нарышкина. Менің немере апайым болса. Және олар Долгоносовтардың жұптары ажырамас достары болса. Қалайша біз? Мен омбы семинариясын үздік бітіргелі отырған Татьянаны көзден таса қалдыруға тиіспен. Оның үстіне біздің ұлы генерал-губернатор сіз жайлы ылғида мақтанышпен айтып отырады. Мырзалар, мен мына бақалда ұлы мәртебелі императорымыздың Батыс Сібір өлкесіндегі сенімді өкілі, сүйікті танымыз Россияның қуатты державаға айналуына аямай күш жұмсап келе жатқан генерал-губернатор Мамытов мырзаның денсаулығы үшін көтергім келді. Браво! Ура! Ура! Терентий Дьяковичтің мына тілегі мені қатты оқытып кетті. Сіздердің шын жүректен айтылған бұл тілектеріңізді омбыға барған соң міндетті түрде генерал-губернатордың құлағына жеткіземін. Миша, кешіріңізші. Иә. Сіз жаңа Нарышкина менің немере әпкем деп қалдыңыз. Айтыңызшы,
Осы әйгілі декабрист күйеуіміз іздеп келген Нарышкинамен байланысы бар ма, әлде бұл кездейсоқ ұқсастық па? Мырзалар, кешіріңіз. Сол әңгімені қозғамай-ақ қойсақ жақсы болар еді. Иә, бар. Ол менің үлкен әпкем. Да вы что? Да. Сібірге жер аударылған күйеуінің соңынан іздеп барып, сол жерде туылған Екатерина деген қызын жерлеп, күйеу өлген соң Петербургке қайтқан. 1830 жылы тағы бір күйеуге шығып, одан да қыз туады. Какая прелесть. Да. Сібірде қайтыс болған қызын есте сақтау үшін ол қыздың да атын Екатерина деп қойған. Сол Екатеринадан туған соңғы Екатерина, яғни Екатерина үшінші. Иә. Алдарыңызда тұрған мен. Браво! Солай, директор мырза. Қалай, жауабыма қанағаттандыңыз ба? Әрине, иә. Қанағаттандым, иә. Шерлі тарих, қайсар тарих. Біздің цирк Чита қаласына ойын көрсетіп жатқанда декабристер тұрған үйді арнай барып көріп едім. Пушкиннің Сібірге хат деген өлеңі ең алғаш сонда оқылған. Тыңдаңыздар, міне. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Да, не пропадет ваш скорбный труд и дум, высокое стремление. Браво! Сол жерде қайтыс болған 2 жасар Екатеринаның құлпын басында тұр. Ұзақ тұр, жылап едім. Қаршадай қыздың моласының басында көз жасы көргіп тұрғанда сіздің арқа жеңіздер көз алдына кетпей. Мейлі. Қалай болғанда да, ол біздің тарихымыз. Иә, ұлы Россия тарихы. Миша, мен осы доста тарих үшін, қайсар аналар үшін, және арамыздағы Екатерина үшінші, оның жұбайы Тройский үшін алып қойыңдар. Ура! Цирк директор мырза, біздің әулеттің атына ақтарлы айтқан ниетіңіз үшін сізге көп рахмет. Я қайсар тарих дейсіз ау. Менің де қазақ даласына жер аударылып, то есть қоныс аударып келуімде. Әлгі сіз айтқан қайсар тарихтың ықпалы. Сүйікті әйелімнің декабристер династиясынан екенін білген департамент басшылары Петербургтегі жылы орнымнан қозғап, мені де Сібірге айдап жіберді. Қайсар тарих. Марфа! Сенің үйрегін пісетін үйрекпе, жоқ піспейтін үйрекпе. Қонақтарды қашанғы шараппен алдар қата береміз. Кешіріңіз қазір. Сенің қазірің қазақша қазір ма, жоқ әлде орысша қазір ма? Бұл жолы тек орысша. Терентий Яковлевич, кешіріңіз. Ендеше күтейік. Қазақша қазір болса кеш батқанша тамақ жоқ деген сөз. Таня! Танюша! Сіз омбыдан қашан кеп қалғансыз? Бұл жаққа келетініңіз жайлы айтқан жоқ едіңіз бе? Біздің ұлы генерал-губернатордың шұғыл тапсырмасымен. Әрі немере апаймен жездемді сағынып. Жездеңізді сағынып? Семен Трофимович әрине сағынуға лайықты адам. Бірақ Семен Трофимович, сіз өміріңізде жездеңізді сағынып көрдіңіз бе? Кімді? Жездеңізді. Керекудегі маскүнем Эпифанды ма? Құдай сақташы.
Яссың не болды? Жоғары мәртебелім, кешегі күнге шақырылған балуан шолақ енді ғана келіп тұр. Кіруге рұқсат сұрайық. Семен Трофимович, осы елдің әрі серісі, әрі атақты балуаны келді. Егер рұқсат берсеңіз бір-екі ауыз әңгімем бар. Жасырын еш нәрсе жоқ, ортақ әңгіме. Балуан шолақ қой, атын көп естібем, Семен Трофимович, өзі барып тұрған бөлікшіл дейді. Қонақтар отырғанда кірмей ақ қойғаны жоқ болар еді. Кірсін, көрей. Кірсінші. Құт болар. Біз сені кеше шақыртып едік. Неге келмедің? Әкем, қатты сырқаттанып содан келе алмадым тақсыр. Ана кісіні танисың? Я танимын. Цирктің директоры. Енді шәңгіме қысқа. Сені омбыға оқуға жібереміз. 6 ай оқисың, сонан соң циркте өнер көрсетіп, бүкіл әлемге таныласың. Иә, айына 15 сом жалақы төлейміз. Мұндағы әке-шешеме де цирктің есебінен қарайлап тұрамыз. Ниеттеріңізге рахмет. Дәл қазір менің оқу қуып жүруге мұршам жоқ. Сен аңғармай қалдың ба, айына 15 сом жалақы. Мұндай жалақын ешкім алып көрмеген бұл өңірде. Меніңше ойланудың қажет жоқ сияқты. Бұрын ойланып көруге болар ма еді? Ал дәл қазір бұл ұсыныстарыңызды қабылдай алмаймын. Себеп сол. Біздің ата-қонысымызға переселендер құмырсқадай қаптап келеді. Ел өз еркімен көнбеген соң жендеттеріңіз ауылға өрт салды. Ел қазір улғын-шуғын, жылау, сықтау. Что вы сказали? Ал сіздер мұнда салқын сыра, сарығымыз ішіп, мәмірі жайлы отырсыздар. Мат ұстағысының сөзі жаман. Көзің күту керек шығар. Сонда бізге қандай тілекпен кеп тұрсың? Переселендеріңізді басқа жаққа апарып қондырыңыз. Және елді үркітпей, қарулы отрядыңызды қайтарыңыз. Болмаса орыс пен қазақтың арасында қан төгіс болғалы тұр. Сен сонда кімнің атына кеп тұрсың? Зарлаған елмен жылаған бала шағаның атынан. Солай не? Солай. Бүлікшілердің басшысы ме? Ол жер таңдағымыз емес. Өздеріңнің болыстарың зарыңды сыздық болысқа барып айт. 5 күндік шен үшін елі мен жерін сатып кеткен адаммен сөйлескім де келмейді. Және айтарым, елді үркітпей, қарулы отрядыңызды қайтаруға жарлық беріңіз. Эти дикари теперь ставят нам условия. Мадам, во-первых, вмешиваться в разговоры мужа я считаю бестактным. А во-вторых, мы не дикари. В-третьих, когда Европа ходила без штанов и ела сырое мясо, на просторах этой степи царствовала великая империя Трон! Ал Терентий Дьякович әлгінде мен не айтып ем? Оқыт, үйрет, сауаттарын ашатыс бұлардың. Егер бұл тілегім орындалмаса... Я қызық екен. Қызық екен. Айтатысыңыз, егердім. Бұл тілегіңіз орындалмаса не қылмақсыз? Ей! Сен кімсің ей өзі? Сөзді қайта-қайта бөле бердің ғой. Кирюш! Семен Трофимович! Терентий Дьякович, сіз мұна бассыздықтың аузын жабыңыз. Әйтпесе мен келген ізіммен кейін қайтам.
Қайтам десе қайтара салыңызшы. Сізбен оңаша сөйлесіп алайын. Hayır söyle. Onu bötürgüsünüz. Akmol aymağının oyasa tilinde tarta söyle. Солай. Attığa hadi tecrübeni. Ақмола уезінің оязы ма? Онда кешіріңіз. Құдай қаласа, ауылыңызға қонақ болып барып қалармыз. Бірақ бізді жабайы дегендеріңізді тоқтатыңыздар. Сен, тыңдап көрші қане, жабайылардың салған әнін. Базарың құтты болсын, ардақ келем, қоянды, ту көтерген туған жерім ай. Қарқара сұлу көкше жер шоқтыға сарарқа алтынана асқар белім ау. Жер шоқтыға көкшетау, талғарағай бақшабау, бауырыңда бар 80 гүл, исің жопар аңқидау. Бауырыңда бар 80 гүл, исің жопар аңқидау. Браво! Мадам, біз жабайылар. Әнші ән орындап отырғанда бір-бірімізбен сөйлесіп, оған бөгет жасамаймыз. Өте орынды айтылған сөз. Бұндай ән мен күй қазақ даласында жүздеп, мыңдап кездеседі. Өзіңіз айтыңызшы, осындай өнері бар елде жабайы деудің өзі барып тұрған жабайылық емес пе? Әрине солай. Сіз екі ояздың алдында тайсалмай тұрған нағыз көзсіз батыр екенсіз. Батыр емес, бас бұзар. Нахап. Менің орнымда болсаңыз, сіз де дәл солай істеген болар едіңіз. Біз ешкімнің жеріне баса көктеп кіріп отырған жоқпыз. Біз өз жерімізде отырмыз. Ал переселендер менің үйімді тартып ап, ата қоныстан аластап отыр. Сіз дұрыс айтасыз, Ояз мырза. Бұл ешқандай да батырлық емес. Бұл шарасыздықтан туған жан далбаса әрекет. Siz tағы бір ән айтыңызшы. Аня. Ama yıksak. Şatırık talanınga. Bileğin orundalmay. Üstün gel. Şan salgay bir konağında. Görürüz. Мадам, честь имею. Көрерміз әлі. Көрерміз. Бас бұзар. Аса қауіпті да. Бұндай адамдар елді бүлікке бастамай жүре алмайды. Бұл бүліктің басы. Түстенген. Аттарыңдар. Артынан. Құппа! Деректер. Fight! Fight! Yeah!
Қыстау, талай бастақтар текке қырылды балуан. Өзіміз олсақ міне, бастау ғана тоғайда отырмыз. Елде бас көтерер азаматтар алмады балуан. Абылайдан соң бұл қазақтың басынан бақтайды. Түрме толған қазақ. Соның бірі біз едік. Бас сауғалап қашып келіп тығылып отырған түріміз мынау Ақылбай. Ел қайда? Жұрт қайда? Алашаға! Бауыр қайда? Ай! Балуан, бері келе. Кімсің сен, ә? Кімсің сен? Ояздың қоштығай істемген! Сен қайдан жүрсің, сатқына? Саттымын ба? Сақшымын ба? 16 жатын шама жоқ! Қайдан жүрсің, сатқына? Ақылбай! Етек! Сендердің түрмені бұзып қашып шыққандарын естіп, бүкіл казак шақыраты тау-тасты бұзып келе жатыр. Баласы түрмені бұзып қашып кетті деп, балуанның туған туыстарымен, әке шешесін, әйелімен қосып абақтыға жауып тастады. Не дейсің? Не дедің сен? Балуан, әке шеше, не айттың сен? Не дедің балуан? Солайды. Оязды істеп жатыр. Ақмоладан қосымша жасақ күтіп отыр. Татьяна қайда? Ол қайда болушы дейінде. Серуенге шығып жүрме? Е, Өскемен күнде қыдырады. Қасында омбыдан келген қонақ бар. Сен астыңдағы атыңды, мылтығыңды, алдағы папкаңды бізге тастада, табаныңды жылтырат. Ой, балуан, мылтығыңмен папкаң қайда десе мен Оязға не деп жауап берем? Балуан, балуан шолақ, тартып алды де. Балуан, жолақ! Балуан, байқашы! Балуан! Барлық береді! Саған жауып жатыр, балуан! Балуан, байқашы, балуан! Түсінсе бұйырмасын. Екемізде екі ат бар. Süt ömgenin atını etmeksin baba. Ол атқа Татьяна мінеді. Татьяна? Ақылбай, шарт мынау. Еш нәрсе сұрамайсың, айтқанымды бұлжытпай орындайсың. Кеттік. Кеттік. Неткен әсемдік. Қараңызшы. Я, конечно, я. Танюша. Ну что вы, Михаил? Танюша! Танюша! Михаил!
шешіп. Сендер, сендер мені бұл жерге не үшін алып келдіңдер? Шошыма. Шашқызу құрылышын бе? Онда сені ірім бұтағымен түрмеде шірейсіңдер, я! Сен осыны білдір. Онда бұлай. Мен одан сенің әкеңе хат жазып беремін. Екеуміз осында қаламыз. Қанша уақыт боламыз, ол әкеңнің қаншалықты тез жауап бергеніне байланысты. Ол қандай хат? Менің ата қонысымда сенің қандастарың орыстар басып алды. Ел көнбеген соң ауылға өрт салды. Бас көтерген адамға қару жұмсап, түрмеге қамады. Менің өзімді бүлікшілсің деп, абақтыға жапты. Осы жасқа келгенше 4 рет абақтыға түстім. Бәрі де сенің әкеңнің қудалауының салдарынан. Менің елім үйсіз, күйсіз қаңғырып, зар жылап далада жүргенде, сен өмірдің ләззатына бөленіп серуендеп жүрсің. Сонан соң амал жоқ, сен алып қаштың. Енді түсіндің бе? Я, түсіндім. Ақылбай, қырғауыл. Сен ол қырғауылмен қоржындағы картопты отқа көміп пісіреді. Татьянаның кешкі ас ішетін уақыты өтіп барады. Ал мен Көкшетау уезінің оязы Терентий Дьякович Долгоносовқа хат жазып тастаймын. Папочка.